Екібастұз қаласына Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істер агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаменті басшысы Ержан Қарымсақов бастаған өкілдері арнайы келді. Соның барысында мемлекеттік қызметке алу үрдісіне енгізілген өзгерістер түсіндірілді. Мемлекеттік қызмет дегеніміз жеке бастың бақта өлетін, арттыратын жер емес, бұл туған халықтың алдында айрықша жауапкершілік арқалау деген сөз. Осыған орай 2022 жыл және 2023 жылдары мемлекеттік қызмет саласында бірқатар өзгерістер орын алған. Атап айтқанда агенттіктің тиісті заңнамаға өзгерістер әзірлеп, олар парламентте талқыланып қабылданды. Толықтыруларға сәйкес мемлекеттік грант пен оқу орындарын аяқталған үздік түлектер енді аудан мен ауылда төменгі лауазымға конкурстың іріктеусіз тікелей тағайындалады. Бұл білікті жастарды мемлекеттік қызметке ынталандыру, жас мамандардың аудан мен ауылдық аумақтарға оралу, сонымен қатар өңірлерге кадр тапшылығын азайтуға септігін тигізіп, мемлекеттік қызметке кіруді жеңілдетеді. Бұған қоса Б корпусының жоғары лауазымдағы агенттіктің келісімімен конкурс іріктеусіз тікелей тағайындауға мүмкіндік беріп отыр. Бұл бірінші басшылардың өз қызметшілері үшін жауапкершілігін арттырады деп күтілуде. Сонымен бірге 2-90 бойы жұмысын тиімсіз атқарған қызметшілердің жұмыстан шығып қалу қаупі арта түскен. 2-90 бойы тиімсіз деп бағаланған қызметшілердің лауазымы төмендетіледі, ал төменгі бос лауазым болмағанда қызметтен шығарылады. Бұл мемлекеттік қызметтен шығу тәртібін жеңілдетеді. Мемлекеттік қызметшілер арасында ротацияда орын алып тұратыны белгілі. Бірақ кей жағдайда басқа бір елді мекендегі жаңа жұмыс орнына барған кезде қызметтік пәтер берілмейді де, ол өз қаражаты есебінен пәтер жалдайды. Осыған байланысты ротациялық төлем деген енгізілген. Бұдан басқа келісім шартты қызметші деген ұғым да енгізіліпті. Бұл салалық жобаларды іске асыру кезеңіне арнаулы білімі бар кәсіби мамандарды тартуға мүмкіндік береді. Келісім шарт мерзімі 1 жылдан аспауы тиіс. Мемлекеттік қызметшілердің жұмыс уақытының мерзімі заңға сай болуы да қатаң бақылауға алынбақ. Кездесу барысында мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексін сақтау жөнінде де айтылды. Кодексті құрылым өзгеріп, мемлекеттік қызметтің әдеп қағидаттары деп аталатын тарау енгізіліп отыр. Осыған сәйкес мемлекеттік қызметшілер қызметтік әдепті 6 қағидатқа негізделген. Олар адал ниеттілік, адылдық, әділдік, ашықтық және сыпайылық және клиентке бағдарламашылық. Айта кету керек, мемлекеттік қызметшілерге мынандай талаптар барлық кодекстерде қойылған. Бірақ байқасаңыз, кодекстер жаңа редакцияда ашықтық және клиентке бағдарламау қағидаттары сақтау талаптары басымдық берілген. Біз мемлекеттік қызметкер болғандықтан әдеп кодекс талаптарын сақтауға міндеттіміз. Соған қарамастан кейбір мемлекеттік қызметшілер әлі күнге шейін әдеп кодекс талаптарын сақтамауға жол беруде. Мәселен, енді өздеріңіз білесіз, осы жылы біз Май ауданы жер қатынастар бөлімінің басшысы Тайшыбайға қатысты жұмыстан тыс уақытта алкогольдік мас күйде қызметтік автокөлікті басқару фактісі бойынша тәртіпсіз қаралды. Аталған мемлекеттік қызметші әдеп жөніндегі кеңестің шешімі негізінде өзінің атқарып отырған лауазымын шығару түрінде шешім шығарылды. Сонымен қатар өзіңізге мәлім, енді өздеріңіздің ауылдық округтың әкімі Әлкем Арман Достаевқа қатысты орта дәрежедегі алкогольдік мас күйде жұмыс орнында болу фактісі бойынша тәртіпсіз қаралды. Аталған мемлекеттік қызметші атқаратын лауазымын шығару түрінде тәртіптік шешім қабылданды. Президенттік жастар кадрлық резервінен биыл іріктеу болады деп жоспарланған, және өңірлерде де жастардың кадрлық резерві құрылмақшы. Сыбайлас жемқорлықпен күресуді алдарына мақсат қылып қойған әділдік жолы бірлестігінің өкілі де бұл жиынға қатысты. Бізде сыбайлас жемқорлық бүгінгі күні Қазақстанда, біздің елімізде үлкен індетке айналып отырған проблема ғой. Қай саланы алмасақ та, осы сала бізде осы сыбайлас жемқорлықтан, осындай құқық бұзушылықтан таза сала деп бірде-бір саланы атап айта алмай отырмыз, өкінішке орай. Сондықтан да жер саласы енді тіптен көптеген заң бұзушылықтар бар. Сондықтан да енді айтып отырғаным сол, бұл заңдардың осал тұстарының көптігі. Міне осыдан көптеген осындай үлкен проблемалар туындап отыр. Сонымен бірге мемлекеттік қызметшілерге той-домалаққа барғанда сыпайылықты ұмытпау, қызметтік көлікті жеке бастың шаруасын бітіруге пайдаланбау туралы қатаң ескертілді.